Бүгін сіздерге жазылушыларды JPS-тиыннан қалай жинауға болатынын көрсетемін, достар. Жазылушыға JPS-тиын, яғни $1, $10 мың жазылушы. Егер долларды қазіргі бағаммен JPS-теңгеден алсақ, міне доллар бағамы. Қараңыздар, Royal Hue сервисі. Бұл сервиске бір айдан сәл ғана асты. Қазір бұл сервисте 544 адам бар, барлығы да бизнес аудиториясынан. Мұнда жарнама берушіге орындаушыға деген бөлім жасаған. Мен жарнама берушіге бөліміне кірдім. Қараңыздар, мен Telegram арнаға жазылу тапсырмасын қойдым, және әр Telegram арнаға $10 толтырдым. Біреуіне өте күшті таргетин қойдым. Сондықтан мұнда 813 ғана қалды. Яғни 263 жазылушы орындалды. Мұнда 1328 аяқталды. Қалғаны 113 жазылушы. $10 болған. Қазір $1.31 қалды. 1328 орындалды. Telegram арнаға, бірінші Telegram арнаға кіремін, статистикаға кіремін. Міне жазылушылар жинала бастады. Күндер бойынша қараймын. Қараңыздар, мен іске қостым. 541 жазылушы келді. Екінші күні техникалық жұмыстар болды, бірақ 20 жазылушы қосылды. Кеше 321 жазылушы қосылды. Ал бүгін қазірдің өзінде 66. Есептейіңіз, 541-ге 20-ны қосамыз, 561. 561-ге 321-ді қосамыз, 782. Және 66. 952 жазылушы қосылды, міне. 952 жазылушы, және міне, арнаға 1328 жазылу орындалды. Мен $10 салдым, яғни $10-ға 1000 жазылушы. Және аудитория, достар, нақты бизнес қызығушылығы бар адамдар. Қараңыздар, мен тапсырма қойдым. Тапсырманы орындау құны $0,1 яғни 0,1 бұл 1 цент. Достар, егер доллар 70 теңге болса, бұл 70 тиын. Міне 70 тиын жазылушы. Ал сіз елестете аласыз ба? Бұл адам 70 тиынға ақшаға қол қояды ма? Жоқ. Адам не нәрсеге жазылғанына және не істегеніне қарай. Мұнда. Міне, осылайша мен 70 тиынға жазылушылар жинадым. Ал қазір менің 1000-ға жуық жазылушым бар. Әлі 113 жазылым қалды. Міне, екінші арна. Мұнда 263 адам қол қойды. Мен екінші арнаны ашып, статистикаға өтемін. Мұнда нысанаға алу бар. Сонымен күн сайын, бұл бірінші күні 128 жазылушының келгенін білдіреді. Техникалық жұмыс 37-де болды. Кеше қақ болды, себебі нысанаға алу өте күшті. Ал бүгінде олардың 4-еу бар. Мұнда, міне 263 жазылым аяқталды. Мұнда, сондай-ақ 70 тиын, 0-ден 0-ге дейінгі $1. Яғни $10-ға сіз 1000 жазылушы аласыз. Бірақ мұнда нысанаға алу бар. Мысалы, қазір бірнеше жылдам тапсырмаларды орындайық. Telegram тіркелгісін қалай жасау керек? Telegram платформасын таңдаңыз, Telegram тобына жазылыңыз, немесе Telegramда пікірлерге тапсырыс беріңіз. Бұл жылдам тапсырмалар солай ма? Мұнда бәрі тұрады, бағаны өзіңіз белгілейсіз, ал адамдар мұны ақшаға жасайды. Енді міне, осы тапсырмалар. Сіз мұнда жарнама бере аласыз.
Bannerlik jarnamalar var. Adamlar bannerlik jarnamalar ornalaştırады. Kontekstik jarnamаны осы қызметке де орналастыруға болады. Мен баннерлік жарнамадан 20 рубльге жазылушы алдым. Яғни, баннерлік жарнама елестетіп көріңізші. Бір адам қызметті қарап, сайтты басып, осында кіреді. Иә, және мақсатты әрекетті орындайды. Сонымен мақсатты жазылушылар, солай ма? Контекстік жарнама адам жазылғанды оқиды, және жазылады. Мен ешқандай контекстік жарнама жасамадым, бірақ адамдар өте жақсы нәтижелер туралы хабарлады. Бейне жарнамалар бар. Мен бейне жарнама көрсетіп жатқан едім, және бейне жарнамадан әр жазылушыға 7 рубль алдым. Міне нәтижелер, достар. Мұнда, тапсырмалар үшін мен 0-ден 0-ге дейін $1 баға белгіледім, ал жазылушым 70 тиынға шықты. Керемет емес пе, достар? Бұл өте керемет. Басқа жарнама арналарының бағасымен салыстырыңызшы. Яндекс Директ, Google Ads, сырпыз желілеріндегі тизерлік жарнама. Жай ғана салыстырып көріңіз. Сонда айырмашылықтың қаншалықты үлкен екенін түсінесіз. Бұл сервисте не бар? Міне орындаушыға деген бөлім бар. Тапсырмаларды орындауға болады. Қазір тапсырмалар жүктеліп жатыр. Қазір орындалудағы тапсырмалар шығады. Міне, адамдар Telegram арнаға жазылды. Мұнда тек жобалар бар. Мұнда ақша батырмасы бар. Басып көр. Міне, $0.1. Адам осы тапсырма үшін 7 рубль береді. Әзірге тапсырмалар аз, бірақ сервиске әлі 1 айда толған жоқ. Мұндағы негізгі аудитория қазіргі бар бизнес аудиториясы. Міне біреу осында видео жарнама беріп жатыр. 18 цент қойыпты. Міне, қазір сервиске 51.544 адам тіркелген, және күн сайын шамамен 1,500 адам қосылып жатыр. Сервиске кіреді. Бәрі де бизнес аудиториясынан. Достар, мұнда қазір қандай ерекшелік бар екенін айтайын. Егер сіз жарнамалық балансты $100-ға толтырсаңыз, оның 50%, яғни $50 осы сыйлық шотқа береді. Және бұл балансты баннерлік және контекстік жарнамаға жұмсауға болады. Яғни $100-дан жоғары толтырсаңыз, 50% бонус аласыз. Ал енді $100 мен сіз баннерлік жарнама, контекстік жарнама орналастыра аласыз, және сәйкесінше қандайда бір тапсырмалар бере аласыз. Міне орындаушыға деген бөлім бар, және адамдар сіздің тапсырмаларыңызды ақшаға орындайды, яғни фриланс сияқты. Кез келген тапсырманы осында бере аласыз. Міне жарнама берушіге арналған, міне жарнама, міне тапсырма, тапсырма құру және атауы сілтемесі. Міне қызмет түрлері, сайтқа өту үшін басу, қажетті жерге басу, видео хостингтер, YouTube, бәрі осыған қатысты. Пікірлерге тапсырыс беруге болады. Әлеуметтік желілер, мессенджерлер, Telegram, лайктар, репосттар, топқа кіру, белсенділіксіз тіркелу, белсенділікпен тіркелу, пікірлер, шолулар, пікір немесе шолу қалдыру, бағалау, дауыс беру немесе баға қою. Міне таңдайсыз, бағаны қоясыз, қалай тексерілетінін, қолмен тексеру осында енгізіледі. Міне қанша орындалуын қалайсыз, және әр тапсырма үшін пайдаланушыға қанша төлейсіз. Яғни кез келген тапсырманы осында бере аласыз. Міне достар, сәйкесінше міне баннерлік жарнама, мен осында баннерлік жарнама бердім. Видео жарнама, мен видео жарнамаға тапсырыс бердім. Бір жазылушыға 7 рубльден тұратын бейне жарнама шықты. Бұл да өте керемет. 7 цент. Мұнда
Иә, бұл ең керемет тапсырма $10-ға 1000 жазылушыға кетті. Сонымен достар, сіз қызметті бірнеше $ға сынап көре аласыз. Иә, содан кейін жарнама бюджетіңізді, айталық, $100 контекстік және баннерлік жарнама үшін бонус алу үшін жұмсай аласыз. Содан кейін жазылушыларды осында жинап, тапсырмаларды орындай аласыз. Мұнда адамдарға тапсырмалар жасаңыз, адамдар оларды орындайды. Пікірлер, ұнатулар, жазылымдар. Мұнда. Бірақ ең бастысы, елестетіп көріңізші, 70 тиынға, бір адам Telegram арнасына 70 тиынға жазылмайды. Мәселе мынада, мұнда шын мәнінде бұл адамдардың барлығы бизнес мүдделері бар, бизнес аудиториясы. Себебі мұнда жоба бизнесті жүргізуге негізделген, және жоба бір айдан аз уақыт бұрын жасалған. Елестетіп көріңізші, бір жыл өткенде мұнда не болатынын. Мен нақты болжам жасамаймын, бірақ ойлап қарасам, бір жылдан кейін бұл сервисті миллионға жуық адам қолданатын сияқты. Себебі қазір интернетте дәл осындай сервис жоқ. Мұнда бүкіл бизнес аудитория бизнеске бағытталған. Осы аудиторияға арналған жарнама бар, тапсырмалар бар. Осындай тапсырмалар бар, сайттар бар, бірақ ол жақта бизнес иесі де жоқ. Бұл онша жақсы емес нәрсе. Мұнда бәрі бизнес аудитория үшін жасалған. Бұл сервисте қазірдің өзінде көптеген елдер бар. Сондықтан мұнда таргетинг бар. Мысалы, жарнама берушіге, жылдам тапсырмаларға тапсырма құруға болады. Мұнда тіпті таргетингті елге, қалаға, жынысына, қызығушылықтарына қарай қоюға болады. Міне күніне қанша орындалатынын да көрсетуге болады. Мұнда яғни таргетингті мұнда кез келген тәсілмен конфигурациялауға болады. Себебі шын мәнінде мұнда көптеген елдер бар. Міне достар. Сонымен қызметке өтіңіз. Бір немесе $2 салыңыз. Ең аз қалдық $5. Оны қолданып көріңіз. Жазылымдарды орнатыңыз. Адамдарға тапсырмалар жасаңыз, ұнатыңыз, пікірлеріңізді жазыңыз. Жазылымдар жасаңыз, тіпті веб-сайт немесе басқа нәрсе жасаңыз. Адамдар сізге бұл тапсырманы орындайды. Сіз тексеріп, тапсырманы қабылдайсыз. Белгілі бір сомада ақша төлейсіз. Мысалы, мен жазылу үшін 1 цент қойдым. Бұл 70 тиын, 0,1 цент. Жазылу үшін 70 тиын. Және мен $10-ға 1000 жазылушы алдым. Яғни бір жазылушыға 70 теңге. Мен осындай тапсырма жасадым, және бұл жерге дәл мақсатты, қызығушылығы бар аудитория келеді. Келіңіздер, тағы да статистикаға кірейін де, күндер бойынша сіздерге көрсетейін. Міне күндер бойынша. Бірінші күні 541 жазылушы кірді. Екінші күні техникалық жұмыстар болды, бірақ бәрібір 20 адам кіріп үлгерді. Үшінші күні 321 жазылушы кірді. Ал бүгін соңғы күні 66 жазылушы кірді. Бірақ бұл тек таңғы уақыт, 29 мамыр сағат 9:46-да. Міне осылай жазылушылар 70 тиыннан келеді. Құрметті достар, сервисті пайдаланыңыздар. $100 бастап құйыңыздар, бірақ алдымен сервисті $5 сынап көріңіздер, жарай ма? Егер бәрі көңіліңізден шықса, $100 құйыңыз, gift шотқа 50% бонус алыңыз, және оны контекстік пен баннерлік жарнамаға пайдаланыңыз. Сау болыңыздар.